Қайырлы күн балалар, көркем ТВ арнасына қош келдіңдер. Бүгін біздер жұмбақтар шешеміз. Ал дайынсыңдар ма? Қазір мен сендерге жұмбақ жасырамын, ал сендер жауабын айтасыңдар. Ал кеттік. Ақ сандығым ашылды, ішінен жібек шашылды. Ол не болды екен? Ақ сандығым ашылды, ішінен жібек шашылды. Дұрыс, ол күннің шуағы. Жарайсыңдар, ал енді келесі жұмбақ. Үй үстінде ұсақ тас. Дұрыс, бұл жұлдыздар екен. Келесі жұмбақ: отқа жанбас, суға батпас. Отқа жанбас, суға батпас, ол әрине мұз. Келесі жұмбақ: әне барады өзі, көрінбейді ізі. Бұл жұмбақтың жауабы жел. Жарайсыңдар, ал келесі жұмбақ: үй бағады, үрмейді. Ол не болуы мүмкін? Үй бағады, үрмейді. Дұрыс, үйді күзететін, бірақ үрмейтін ол құлып. Жарайсыңдар, келесі жұмбақ: екі бала қатар тұрса да, бірін-бірі көрмейді. Ол не екен? Ойланайық. Ал бұл не екен? Көз. Дұрыс, бір-бірін көрмейді. Қатар тұрса да, бір-бірін көрмейді. Ол көз. Өте жақсы. Әр қарай: алыстан қарасам аппақ, татып қарасам тәт-тақ. Ол не болуы мүмкін? Тау? Жоқ, тау емес, ойланамыз. Алыстан қарасам аппақ, татып қарасам тәт-тақ. Бұлт. Ақ түсті, тәтті деп тұр ғой. Бұл не екен? Қант. Қант, дұрыс. Өте жақсы тапқан балалар, жарайсыңдар, әрі қарай кеттік. Келесі жұмбақ: бес ін, бес іннің аузы бір ін. Ол не деп ойлайсың? Ол қолғап екен. Көрдің бе? Бес іні бар, мына бес саусақ салатын. Бес іннің аузы бір ін дейді мына жері. Өте жақсы. Кеттік әрі қарай. Келесі жұмбақ: өзі кірді ашады, суға салсам қашады. Ол не болуы мүмкін? Күн сайын қолданамыз. Кірді кетіреді, суға салсам қашады. Дұрыс, бұл сабын екен. Сендер жұмбақты өте жақсы шешеді екенсіңдер. Ал келесі жұмбаққа назар аударайық. Бір ғажап бар, тілі жоқ, сөйлесем десең, міні жоқ.
әрине кітап. Тілі жоқ, бірақ оқысаң, одан көп нәрсе білуге болады. Дұрыс па? Жақсы, келесі жұмбаққа кеттік. Жылай-жылай жер тесті. Ол не болды екен? Жылай-жылай жер тесті. Жылай-жылай жер тескен, ол тамшы екен. Жарайсыңдар. Табаныма байладым, қос аяқпен айдадым. Табанымызға байлап, қос аяқпен айдайтын спортты құрал ол шаңғы. Жарайсыңдар. Осымен біздің жұмбақтарымыз аяқталды. Сендерге жұмбақ шешкен ұнады ма? Олай болса лайк басып, төменге неше жұмбақ шештіңдер, қанша жұмбақтың жауабын таптыңдар, соны жазып, біздің каналға жазылып, осы видеомен достарымен бөліс, олар да шешіп көрсін. Және де бұдан кейін бізде келесі видео сен білмейтін 10 жұмбақ деп аталады. Оны да шешіп көр.